Қайырлы күн достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін ауызашардың 9-шы мәзірін ұсынамын. Бізде ыстық тағамға тауық етінен жасалатын котлет және гарнирімізге картошкадан яғни пюре және карамельді пирогымыз, баклажаннан жасалатын салатымыз. Өте оңай рецепттер, сондықтан менімен бірге болыңыздар. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп қоңыраушаны басып қойыңыз. Алдағы уақытта керемет рецептермен бөлісетін боламын. Алдымен картопымызды қайнатып пісіріп алайық. Суымызға 4 картопымызды салып, 1 шай қасық тұзымызды салып, қайнағанша бетін жауып қойдым. Енді котлетімізді жасауға кірсек, бізге осылай нанның ішкі қабаты керек, яғни булка нан болсын, багет болсын, үстіне кішігірім сүтімізді құйып, езіп дайындап қоямыз. Одан кейін менде тауық еті, егер тауық еті болмаса да сиыр етінен де жасай берсеңіздер болады. Етіміздің үстіне майдалап пиязымызды турап салдым, және де жаңағы нанымызды езіп салдым. 1 жұмыртқа және тұзымызды, бұрышымызды дәміне қарай қосып, жақсылап араластырып аламыз. Кішкене ғана мөлшерде ұн дайындап алдым. Енді осындай қолымызға бір алақандай, яғни 1 үлкен қасықпен котлетті салып, ұнға 2 бетін аунатып, осылай котлеттің формасымен жасаймыз. Тақтайымның үстіне ұн септім, міндетті түрде себіңіздер, жабысып қалуы мүмкін, өйткені бір жағынан осылай дайындап, бір жағынан пісіре бастадым. Табамызға кішігірім ғана майымызды құйып, толтыру емес, астын орташа отта пісіретін боламыз, 2 жағы қызарғанша. Котлетіміз пісем дегенше, біз баклажанымызды суға салып қояйық. Осылай жұқа етіп турап алдым. Ұзынша етіп, домалақ етіп өз еріктеріңіз. Енді мұздай суымызға 1 қасық тұзымызды салып қойдым. Мінекей котлеттеріміз қызарып жатыр, екінші бетіне аударып пісіре береміз. Енді пирогымызды жасап бастайық. Бөлме температурасында жұмсақ болып тұрған сары майымызға қантымызды қосып, жақсылап вилкамен немесе венчикпен араластырып аламыз. Одан кейін үстіне жұмыртқамызды салып тағы араластырамыз. Енді үстіне ұнымызды ситадан өткізіп салатын боламыз. Үстіне 1 қасықтай разрыхлитель, яғни қопсытқышты салып, жақсылап араластырамыз. Мінекей қамырымыз дайын. Дайындап алған қамырымызды диаметрі 24 сантиметрлі формамызға осылай орналастырамыз. Астын бекітеміз, жан жағына дейін шығарамыз. Мінекей вилканың көмегімен немесе бір қатты стакан, қатты заттың көмегімен астын тегістеп шықсаңыздар болады. Енді салмасын дайындайтын боламыз. Вареный сгущенкамен қаймақты және де жұмыртқаларымызды салып, жаймеңдеп қана араластыратын боламыз. Бір келкі өзара араласса болғаны, көп араластыра берудің қажеті жоқ. Енді жаңа қамырымыздың үстіне құйып, қызып тұрған пеште 170 градуста 40-45 минуттай пісіріп алатын боламыз. Пирогымыз піскенше пюремізді дайындап қояйық. Картошкамыз пісті. Мен енді картошканың үстіне өзінің пісіп шыққан суынан 1 ожауды құямын. Көбінесе сүт қосып жатады, май қосып жатады, бірақ осылай да жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Өзінің картоптың пісіп шыққан суын құйсаңыздар. Міне жұмсақ. Менің өзімнің 4 картошкама 1 ожау құйдым. Сіздер енді картошкаңыздың санына байланысты, қоюлығына байланысты көре бересіздер. Міне пюреміз дайын. Енді кішкене дәміне қарай тұзын да қосуды ұмытпаңыздар. Котлетіміз де дайын. Мінекей біздің тамағымыз осылай шықты. Енді баклажанымызды алып, жақсылап суын сорғытып, осылай қағаз сүлгімен сүртіп, енді 1 жұмыртқамызды үстіне тұз бұрышымызды салып, жақсылап араластырып, майда қуырып алатын боламыз. Майды көп құйған жоқпын. Астына ғана және де баклажандарымызды осылай жұмыртқаға 2 бетін аунатып, салып пісіріп аламыз 2 жақ қызарғанша.
Енді чесногымызды жақсылап турап, чесногымызды майонезге қосып, жақсылап соус дайындаймыз. Чеснок деген негізі пайдалы денсаулыққа, әрі дәмін керемет келтіріп тұрады. Міндетті түрде қосыңыздар, көптеп жеп тұрыңыздар. Болды, осымен баклажанымыздың арасына жағып шығамыз дағыны. Ең оңай түрі осылай помидормен араластырып орап қоямыз. Мінекей, баклажаннан жасалған салатымыз да дайын болды. Астына оформление үшін салат листьяны төсеп барып орналастырдым. Бетіне бальзамический соусты жіңішкелеп осылай пакеттің ұшына ғана құйып әсемдеп шықтым. Әрі керемет дәм береді. Мінекей, пирогымыз да пісіп шықты. Мен оны бөлме температурасына 1-1,5 сағаттай суытып алдым. Міндетті түрде толық суығаннан кейін ғана формасын шешіңіздер. Мінекей, формасынан алдық, енді кесетін боламыз. Өте дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер, оңай жасалады. Менің YouTube арнама тіркеліп қойыңыздар. Ауызашарға арналған 30 түрлі ыстық тағам, 30 түрлі салат, 30 түрлі тәттінің рецептімен бөлісіп жатырмын. Өміріңізді қиындатпай, оңай рецепттермен жақындарыңызды қуантып, тәттілерді пісіріп жүре беріңіздер. Барлықтарыңызға рахмет, сау болыңыздар.